Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз аудит пәнінен жаңадан тақырып өтеміз. Дәрістің мақсаты білім алушыларға валюталық операциялардың мәні, құрылымын таныстыру, жаңа білім қалыптастыру, дағдыларын дамыту, өз бетінше дұрыс шешім қабылдау және әрекет етуге үйрету болып табылады. Енді біз сіздермен бүгін жалпы валюталық операциялардың мәні және валюталық операциялардың функциялары мен құрылымы деп екі бөлімге бөлдік. Валюталық операциялар валюталық құндылықтарға қатысты жасалатын мәмілелер болып табылады. Олар ұлттық заңдармен және халықаралық келісімдермен реттеледі. Қазақстан Республикасының заңдары бойынша валюталық операциялар валюталық құндылықтарды меншіктеу және тағы басқа құқықтардың өзгеге берілуіне байланысты. Төлем құралдары ретінде шетел валютасын және шетел валютасы түріндегі төлем құжаттарын пайдалануға байланысты операциялар, сонымен қатар валюталық құндылықтарды республикаға алып келу, сыртқа шығару және жолдау. Ұлттық валютаны сондай-ақ номиналы мен құны осы валютамен есептелінетін құнды қағаздар мен төлем құжаттарын меншіктеу құқыларының біріне өту жөніндегі резиденттер мен резидент еместер арасындағы мәмілелер болып бөлінеді. Жалпы балалар, бұл валюталық операциялар туралы негізгі мәні. Енді сіздерге ағымдық валюталық операциялар, экспорт және импорттық сауда операцияларына, яғни олардың төлем ақыларын өтеуге, осы мақсаттар үшін кредит бөлуге, сондай-ақ шетелде тұратын жұмыс істейтін азаматтардың валюталық қаражаттарын, зейнетақыларын, аударымдарды пайдалануларын қамтамасыз етуге арналады екен. Енді біз жалпы капитал қозғалысына байланысты валюталық операциялар Қазақстандық капиталды шетел экономикасына салу не шетел капиталын ішке тартуға, ел экономикасын өркендету үшін пайдалануға жалпы қызмет етеді. Сонымен қатар капитал қозғалысына байланысты операциялар тиесілі органдар арқылы мемлекет тарапынан қатаң бақылауға алынуға тиіс. Себебі бұлар экономикалық процестерге тигізетін әсерлеріне қарай валюталық операциялар осындай екі негізгі түрге сараланған. Бұнымен қоса өткізілу тәртібіне сай, олар қолма-қол және шұғыл валюталық операцияларға жалпы жіктеледі. Валюталық операциялар мынандай екіге бөлінеді, үшке бөлінеді. Меншік құқығы мен басқа да құқықтарының валюталық құндылықтарға ауысу операциялары, сонымен қатар төлем құжаттары мен төлем құралы ретінде шетел валютасын қолдануға байланысты операциялар. Екінші, Қазақстан Республикасының валюталық құндылықтарын енгізу және шығару операциялары. Үшінші, халықаралық ақша аударымдарын жүзеге асыруға байланысты әртүрлі операциялар болып табылады. Жалпы шетел валютасы болып банкноттар, қазыналық билеттер, сәйкес мемлекетте заңды түрдегі төлем құралы болып табылатын айналымдағы тиындар, сонымен қатар айналыммен шығарылатын, бірақ айырбастауға жататын ақша белгілері. Шетел мемлекеттері мен халықаралық ақшалай немесе есеп айырысу бірліктеріндегі счеттарда орналасқан қаржылар жатады екен. Келесі, ал валюталық құндылықтарға шетел валютасындағы бағалы қағаздар, акция мен облигация және шетел валютасында көрсетілетін қарыз міндеттемелер жатады. Бағалы металдарға алтын, күміс, платина және платиналық топ металдары барлық түрде және жағдайда ювелир бұйымдары мен ломнан басқа. Төртінші, табиғи бағалы металдар, алмаз, рубин, изумрудтар, жемчуг және тағы басқалар жатады. Қазақстан Республикасының валютасына мыналар кіреді. Айналымдағы, сонымен қатар айналымнан шығарылған, бірақ айырбастауға жататын Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің билеттері мен тиындар түріндегі теңгелер, Қазақстан Республикасы банктеріндегі басқа да несиелік мекемесіндегі счеттарға орналасқан теңгелер қаражаттар жатады екен. Сіздерге жалпы валюталық қатынасты реттеуде негізгі рөлді арнайы валюталық заңдар атқарады. Қазақстан Республикасындағы валюталық реттеудің негізгі органы республиканың заңымен сәйкес валюталық реттеудің функцияларын атқаратын ол ұлттық банк болып табылады. Валюталық бақылаудың негізгі жолдары мынандай: өткізілген валюталық операциялардың заңға сәйкестігін анықтау және қажетті лицензиялар мен келісімдердің бар екендігін анықтау. Екінші, мемлекет алдындағы шетел валютасында резиденттердің міндеттемелерін өтегенін, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ішкі валюталық нарығында шетел валютасына сату бойынша міндеттемелерін тексеру. Үшінші, шетел валютасындағы төлемдердің негізділігін тексеру. Төртінші, валюталық операциялар бойынша есеп ақпараттардың толықтығы мен объективтілігін тексеру болып табылады. Енді балалар, сіздерге мынау тапсырма. Валюта, коммуникация, ақпарат, пайда, ұзақ мерзім стратегия, сапа, сату, айналымы, сату құны, сату бағасы. Осыларға байланысты сіздер жаңағы орысша және ағылшынша сөздерді үйге жазып келесіздер.
назарларыңызға рахмет.